Қазан айының аяқ кезі, қар түсе қоймаған, қара суық. Алыстан мал қыстатар қораларды аралап келе жатқанбыз. Бір мезгілде анадайдан көлденеңдеп бара жатқан үлкен қасқырды көріп қуа жөнелдім. Мінгеніміз УАЗ машинасы. Жолсыз жерде де еркін жүре береді. Алдымыздағы қашқан жыртқыш ылғи сайлы, кедір бұдырлы жерлерді қуалап барады. Сонда да машина өкшелеп қоймай келеді. Сөйтіп, шоқалағы мол жермен 4-5 шақырымдай қашқан соң, өзіне де көсіле шабуға ауырлау болды мекен, әлде қандай жермен қашса да қоймайтынымызды сезді мекен, бұл бағытын тастай бере, жарықпас жерге қарай ойысты. Бұл кезде біз де жақындап қалған едік. Енді атайық деп мылтықты оқтап, есікті ашып, нақ дайындала бергенде, қасқыр күмп беріп бір кездейсоқ апанға кірді де кетті. Бұл әрине, әбден сасқаны болу керек. Әйтпесе, қуғын жақындағанда оған кірмесе керек еді. Оның бұл әрекеті бәрібір өлем дегенмен бірдей болды. Біз машинадан түсе қалсып, күрегімізді ала сала қазуға кірістік. Бірақ апанның біз қазып жатқан жері терең көрінді. Күрегіміз әлсіз, жер қатты. Өндіріп қазалатын түріміз жоғы байқала бастады. Сондықтан текке әуреленгенше таяу жердегі қыстаудың бірінен қазатын сайман әкелу керек болды. Ол үшін екі жігітті апанның жанына күзетке қалдырып, басқамыз жақын деген шопанның үйіне кеттік. Барған жерімізден күн кешкіруге айналып қалғандықтан асығыс шай іштік те, күрек сүймен құрақ алып қайта келдік. Күзетте қалған жігіттер де тоңған екен. Құрықты апанға бойлай отырып, іннің бағытын бағдарлап алып, үстінен түсу кеттік деп қазып жатырмыз. Апан оң жаққа қарай бұрыла берді де, 3,5-4 метрдей жерге барып тірелді. Бұл түстің түбі кең екен. Астында төселген жұмсақ жүнге дейін жатыр. Соған қарағанда жазда қаншық қасқыр балалармен осы апан түбіне жатқанға ұқсайды. Әрі қарай тесік те жоқ, қасқыр да жоқ. Біз бұған таңданып, қайтадан ауыз жағынан апанға өңештетіп құрық жүгірте отырып, іннің сол жаққа кеткен бір тармағы бар екенін анықтап, енді сол жақты қаза бастадық. Әне-міне дегенше бұл тұстың да түбіне жеттік. Бұл жағы жыртқыштың еркегі жататын бөлме болғанға ұқсайды. Мұнда да әлгі әзірде өзіміз қуып тыққан қасқыр болмай шықты. Сонда бұл қалай болғаны? Жер жұтып қойды ма? Көкке ұшып кетті ме? Аң-таңбыз. Апанның далдылын шығарып тастадық. Енді қай жерге жасырыну мүмкін? Біз әлгінде күзетте қалдырып кеткен екі жігітке олар тамақтанып келген соң тап бердік. Сендер ауыздарыңды ашып отырғанда айырылып қалдыңдар. Жоқ, әңгімені қызумен отырып, сәлде болса бейғамдық жасағансыңдар ғой. Әйтпесе қайда кетеді? Әңгіме айтылды. Үнсіз отыра аламыз ба? Бірақ әңгімеге ауыз бен құлақ қана қатысты. Төрт көз түгелмен апанда болды. Шындарына қайтып отыр. Бұл жігіттер де аңшы, қасқырға тістерін қайрап жүрген жандар. Шығып кетпегеніне көз жеткізіп алып, тағы қимылдадық. Түнде суық еді. Кезектесе қауырт қимылдай отырып, 2-3 сағатта апанды ұзына бойына траншея тәрізді етіп түгел ашып тастадық. Қасқыр жоқ. Қазып жатқан жерімізге машинаның прожекторын қаратып қойғанбыз. Іннің үстін түгел ашып болып, бұл не қылған жұмбақ жағдай деп дағдарып отырғанда, әлгі сол жаққа кеткен іннің бұрылысындағы аршылған қабырғаның ұнтақ балшығы үгітіліп жерге түскендей болды. Топырақ құмдасын еді. Сондықтан түсіп тұрма деп, әлгіге көзімді тіге қалдым. Түскен топырақтың орны қуыс тәрізді, болар болмас саңлау көрінгендей. Міне қызық, әлгі саңлауға құрық жүгіртіп көріп едім, әрі қарай бойлап барды да, бірдемеге тіреліп, былқ ете қалды. Енді мұқият байқап, қатты түртіп көрсем, нұқып тұрғаным қасқырдың тура өзі. Міне ғажап. Мана ол сасқаннан апанға кірген бетте, біз оны қаза бастағанымызды біліп, сол жақтағы апанның орта тұсынан көлденеңнен тесіп, қуалай қазып сіңе бергенге ұқсайды. Қазып ілгері жүріп отырғанда, аршағын шыққан бос топырақпен жауып отырған. Қандай ақылды, қандай айлалы, сасқанда қиыннан қиыстырып жол таба білетін айуан.
Мұндай құтылар жол таба білу адамның да қолынан келмейді. Қой, бұл қазір қолға түсіп тұрғанмен тағы бір айла жасап, құтылып кетіп жүрер деп, артқы аяғының тілерсегінен қиып жіберіп едік, ол дыбыс та шығармады, қозғалған да жоқ. Енді біз оны екі аяғына трос байлап, әлгі қуыстан машинамен сүйреп, суырып алдық. Өзде үлкен қасқыр екен. Бұл сапардан әрі олжалы болып, әрі қасқырдың жасаған мынандай айласына таң тамаша қалып, бас шайқасып оралдық. Бұл көңілділік айласы мол жауымыздың жұмбақ сырын ашқандықтан ба, әйтеуір талай қасқыр ала жүре, бұндай қуанып, риза болмаған сияқтымын. Осы Атбасар ауданындағы Сочинский совхозының директоры Дубовский сияқты жолдастар әнге кірген қасқырлардың талайынан айырылып қалдық, ала алмадық деп жүретін. Енді байқасам, олар қасқырдың әлгіндей тәсілі барын аңдамаған екен-ау. Енді бірде олар Петр Тимофеевичпен бірге қуып келе жатқан бір топ қасқырдың көз алдында зым-зия болғаннан таң қалады. Іздермен жүріп отырып, үлкен інге кезігеді, бірақ бұлар інге кіреді деп нана қоймайды. Оған себеп әрі кеткен іздер жатыр. Қой, неде болса тездетіп, әрі қарай із кесейік деп тұрғанда, тілдері салақтап, терлеп кірген әлгі қулардың қызуы шыдатсын ба? Апаннан будақтап бушыға бастайды. Сөйтіп, өздерін ұстап бергені. Жердің тоң болып қатқан кезі, енді бұларды қазып алу мүмкіншілігі болмаған соң, ауылдан су таситын машина алғызып, әнге шлангымен су ағызып қойып, өздері мылтықтарын кезіп тұра тұрып, қолма-қол бірінен соң бір шыға бастаған 4 қасқырды олжа қылғандарын көзім көрді. Аланы апанға кірмей кеткеніз, әлгі маубас бөлтіріктердің атанасы болып шықты. Ертеңінде біз олардың іздеріне түсіп, қанжығамызға байладық. Қасым Тәукенов, Азулы Арлан кітабынан үзінді. Тағайын, танымал атты YouTube арнама өтіп, тіркеліп, тәлімі мол әңгімелерді тыңдап, лайықты болса лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Қазақ тілді арнамды қолдауға шақырамын. Келесі шығарма сіздер үшін.